Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шарлотка жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаларымыздың барлығын ыдысымызға жарып алып, содан соң кішкене қантымызды қоса отырып, миксермен ақ көпіршік болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Мені міндетті түрде соңына дейін көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді астыға комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Және де алдыда менен тағы да қандай видеолар күтсеңіздер, соны да жаза кетсеңіздер. Және де маған тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Содан соң біз алмаларымызды турап, және де видеодағыдай етіп, барлығын дайын болғаннан соң массамыздың үстіне салып шығатын боламыз. Ал қазір біз ұнымызды, разрыхлителімізді және де ванилинді қосып, барлығын жақсылап араластырып, содан соң біздің жұмыртқалы массамызға жақсылап араластыратын боламыз. Бір дестен қатты араластырып жіберуге болмайды, және де миксермен араластыруға болмайды. Міндетті түрде видеода көрсетілгендей етіп, төменнен үстіге қарай лопатканың көмегімен араластырыңыздар. Және ұзақ араластырып отырудың да қажеті жоқ, өйткені біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей осылай сілкей отырып, төменнен жоғарыға қарай ақырындатып жасай отырып, біз пирогымызды дайындап аламыз. Енді формамызды ерітілген сары маймен жан-жақтарын майлап шығамыз. Ол бізде шарлоткамыз ыдысымызға жабысып қалмас үшін жасалынады. Мен формаға жақсылап қолыммен ары қарай жағып, үстінен формаға осылай құйдым. Негізінде мен видеода барлығын сіздерге асықпай көрсетіп шықтым, сіздерге түсінікті болу үшін. Сондықтан да соңына дейін қарап шығып, міндетті түрде сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Дайын болғаннан соң столдың үстіне осылай мен көрсеткендей етіп, жан-жағына қарай сілкіп жіберіңіздер, сонда ішіндегі артық ауалары шығатын болады. Және де осылай алмаларды қойып шығасыздар. Содан соң біздің шарлоткамызды қысып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минутқа салып дайындап аласыздар. Өте дәмді, нәзік пирогымыз шығатын болады. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер деген сенімдемін. Мінекей қыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі биік болып көтеріліп шықты. Ыдыстан бір дестен босатуға асықпаңыздар, міндетті түрде салқындатып алып, 2 сағаттай кетеді салқындатуға, немесе балконға шығарып салқын жерге қойып, ертерек суытып алсаңыздар да болады. Үстінен мен осылай сахарная пудра сеуіп шықтым. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Содан соң мінекей мен барлығын жасап болып, қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, қандай биік болып көтерілді, және де дәмі енді өте дәмді болды. Жұмсақ нәзік пирогымыз дайын. Келген қонақтарыңызды, туыстарыңызды барлығын қуантыңыздар, және де міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын, сау болыңыздар.